Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Бүгін біз уха сорпасын дайындаймыз, яғни балықтан жасалған сорпа. Ол үшін бізге балық керек. Мен балықтың басын пайдаландым. Және 3 картоп, 1 пияз, 2 бас чеснок және укроп пайдаланамыз. Бірінші балықтың басын жақсылап жуып, тазалап аламыз. Балықтың да екі жанында, көрсеңіздер, екі жанында мында желбезек бар ғой. Сол жерінде ішін алып тастау керек. Мынандай жабағысы болады ішінде. Екі жағын жақсылап тазартып аламыз. Сіздерге көрініп тұр ма? Міне. Осыны алып тастаймыз. Негізі көп адам бұны алып тастамайды. Сразу балықтың басын қайната береді. Ол болмайды. Осылай екі жағын жақсылап тазартуымыз керек. Ішінде мынандай нәрсесі болады, соны алып тастаймыз. Екі жағында алып тазаладық. Енді жақсылап жуамыз. Ішін көрдіңіздер ме? Тап-таза болды. Енді қазанымызға су құйып, салқын су құйып, балығымыз бататындай су құйып, қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін жақсылап көбігін алып аламыз. Қазанның астында отты баяу қойып, пиязымызды саламыз. Лавр жапырағын және түйіршіктелген қара бұрышымыз саламыз, картоп саламыз және 2 бас чесногымыз саламыз. Жақсылап қайнатамыз. Татымына қарай тұз саламыз. Кемінде 30 минут қайнаса жеткілікті. Міне сорпамыз дайын болды. Балықтың басы езіліп, үмілжіп, әдемі болып пісті. Укроп қосып ішсеңіздер, сорпасына дәмі керемет болады. Балықтың басын қараңыздар, езіліп, үмілжіп, күшті болып піскен. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.